Сәлем, егер менің каналым ұнаса, міндетті түрде достарыңмен бөлісіп, лайк, комментарий қалдыруды және тіркелуді ұмытпа. Бүгін 9 сыныптың ортофосфор қышқылының тұздары тақырыбына арналған біліміңді тексер тапсырмаларын орындаймыз. Бірінші сұрақ: фосфор қышқылын қалай алады? Бірінші сұрақтың жауабы: фосфор қышқылын көбінесе ортофосфор сөзіндегі орто жұрнағы түсіп қалады. Фосфордың 5 валентті оксидінен алады. Химиялық реакция теңдеуі: фосфордың 5 валентті оксиді қосылған су түзеді. Фосфор қышқылын реакцияны теңестіру үшін судың алдына 3 және фосфор қышқылының алдына 2 коэффициентін қоямыз. Сонымен қатар фосфор қышқылын алудың екінші тәсілі кальций фосфатына күкірт қышқылымен әсер етіп алады. Кальций фосфатына күкірт қышқылын қосамыз. Нәтижесінде кальций сульфаты және фосфор қышқылы түзіледі. Реакцияны теңестіру үшін күкірт қышқылының алдына 3, кальций сульфатының алдына 3 коэффициентін және фосфор қышқылының алдына 2 коэффициентін қоямыз. Екінші сұрақ: фосфор қышқылының азот және күкірт қышқылдарынан қандай айырмашылықтары бар? Фосфор және азот қышқылдарына Вен диаграммасын сызыңдар. Екінші сұрақтың жауабы: фосфор қышқылы мен азот қышқылына ортақ зат, екеуі де қышқыл болып табылады. Енді айырмашылықтарына келсек, фосфор қышқылы 3 негізді қышқыл болып табылады. Орташа қышқыл сулы ерітіндіде 3 сатыда диссоциацияланады. Ал азот қышқылы бір негізді қышқыл, күшті қышқыл болып табылады. Металдармен әрекеттескенде сутек түзбейді. Үшінші сұрақ: келесі айналымдарды жүзеге асыратын реакция теңдеулерін жазыңдар. Үшінші сұрақтың жауабы: А жағдайында біз фосфор оксидінен фосфор қышқылын, одан натрий фосфатынан кальций фосфатын, одан фосфор қышқылын, одан кейін мырыштың фосфатын алуымыз қажет. Сіздерге химиялық реакция теңдеулерін 5-еуінде жазып қойдым. Бұның барлығын сіздерге оқып отырып қажет емес, өздеріңіз қарап түсініп алсаңыздар болады. Үшінші сұрақтың ә жағдайында фосфордан кальций фосфидін, одан фосфиннен фосфор оксиді, одан натрий фосфатын және күмістің фосфатын алуымыз қажет. Яғни бізге 5 химиялық реакциялық теңдеу жазу қажет. Сіздерге ол химиялық реакция теңдеулерін жазып қойдым. Көшіріп, дәптерлеріңізге түсініп алсаңыздар болады. Үшінші сұрақтың Б жағдайында кальций фосфатынан фосфордан фосфор хлоридін, одан фосфор қышқылын, калий фосфатын және темір фосфатын алуымыз қажет. Бұл жағдайда да 5 химиялық реакция теңдеу қажет. Олардың барлығын жазып көрсеттім. Түсініп алсаңыздар болады. Төртінші сұрақ: фосфор қышқылы қандай тұздар түзеді және олардың судағы ерігіштігі қандай? Төртінші сұрақтың жауабы: ортофосфор қышқылы 3 түрлі тұз түзеді. Қышқыл тұздар дигидрофосфаттар және гидрофосфаттар, орта тұздар фосфаттар. Литийден басқа сілтілік металдардың және аммоний фосфаттары суда ериді. Қалған фосфаттар, мысалы кальцийдің фосфаты, кальций 3,2 суда ерімейді. Бесінші сұрақ: орто және қышқыл фосфаттардың гидролизінде қандай айырмашылық бар? Бесінші сұрақтың жауабы: қышқыл фосфатта суда жақсы ерейді, орта фосфаттардың көпшілігі суда ерімейді. Бірінші есеп: массасы 19,6 грамм фосфор қышқылы бар ерітіндіге натрий гидроксидінің артық мөлшерімен әсер етті. А жағдайы: түзілген тұздың массасын анықтаңдар. Ә жағдайы: реакцияға түскен натрий гидроксидінің массасын анықтаңдар. Бірінші есептің берілгенін жазып қойдым, шешуіне кірісеміз. Ең алдымен химиялық реакция теңдеуін жазамыз. Натрий гидроксиді мен фосфор қышқылын әрекеттестіреміз. Нәтижесінде натрий фосфаты мен су түзіледі. Реакцияны теңестіру үшін натрий гидроксидінің алдына 3 және судың алдына 3 коэффициентін қоямыз.
Есептің берілгенінде фосфор қышқылының массасы берілген, ол 19,6 грамм. Енді оның молярлы массасын табамыз, ол бізде 98 граммға тең болады. Бізге түзілген тұздың массасын табу қажет. Ал бізде түзілген тұз натрий 3,4 болып табылады. Оның молярлы массасы 164 граммға тең. Есептің берілгенде оның массасы жоқ, сондықтан оны x грамм деп жазамыз. Келесі бізде натрий гидроксидінің реакцияға түскенін, қанша түскенін анықтау қажет. Ең алдымен натрий гидроксидінің де молярлы массасын жазып қоямыз. Ол бізде 120 граммға тең, ал оның массасы, реакцияға түскен массасы белгісіз, сондықтан оны x грамм деп жазамыз. Осы жерден x-ті табу үшін пропорцияны қолданамыз. Яғни тұздың массасын табу үшін 19,6 граммды 164 граммға көбейтіп 98 граммға бөлеміз. Нәтижесінде бізде 32,8 грамм шығады. Бұл тұздың массасы. Келесі, натрий гидроксидінің массасын табу үшін тағы да пропорцияны қолданамыз. Яғни 19,6 граммды 120 граммға көбейтіп 98 граммға бөлеміз. Сонда бізде 24 грамм шығады. Бұл натрий гидроксидінің массасы болып табылады. Есептің жауабы шықты. Тұздың массасы 32,8 грамм, натрий гидроксидінің массасы 24 граммға тең. Екінші есеп. Массасы 24,8 грамм фосфор толық жанғанда түзілген өнімді 200 сантиметр куб суда ерітті. Алынған ерітіндідегі еріген заттың массалық үлесін есептеңдер. Екінші есептің берілген жазып қойдым. Бізде судың көлемі 200 сантиметр куб деп берілген, бірақ біз оны 200 грамм деп қолдансақ болады. Енді шешуіне кірісейік. Ең алдымен бізде 24,8 грамм фосфорды жандырды деп жазған, яғни оны оттекпен әрекеттестіреміз. Фосфор қосылған оттек түзеді фосфор оксидін. Реакцияны теңестіру үшін фосфордың алдына 4, оттектің алдына 5, фосфор оксидінің алдына 2 коэффициентін қоямыз. Есептің берілгенде фосфордың массасы бар, ол 24,8 граммға тең, ал молярлы массасы 124 граммға тең. Шыққан өніміміз фосфор оксидінің массасы белгісіз, оны x грамм деп жазып аламыз, ал молярлы массасы 284 граммға тең. Осы жерден пропорция құру арқылы фосфор оксидінің массасын тауып алсақ болады. Яғни 24,8 граммды 284 граммға көбейтіп 124 граммға бөлеміз. Нәтижесінде бізде 56,8 грамм шығады. Бұл бізде 2 коэффициенті бар фосфор оксидінің массасы болып табылады. Бізде келесі химиялық реакция теңдеуінде фосфорымыз бір ғана молекуладан тұруы мүмкін, сондықтан оны 2 коэффициентіне бөлеміз. Яғни 56,8 граммды 2 коэффициентіне бөлеміз. Нәтижесінде бізде 28,4 грамм шығады. Бұл бізде бір молекулалы фосфор оксидінің массасы болып табылады. Есептің берілгенінде жазылғандай шыққан өнімді суда ерітеміз. Нәтижесінде бізде фосфор қышқылы түзіледі. Реакцияны теңестіру үшін судың алдына 3, фосфор қышқылының алдына 2 коэффициентін қоямыз. Жаңа айтып кеткенімдей, бізде өніміміз бір ғана молекуладан тұр, сондықтан оны біз 28,4 грамм массасы деп жазып аламыз. Ал оның молярлы массасы бізде 142 граммға тең. Біз осы реакцияға есептің берілгенінде берілген судың 200 граммының қанша граммы жұмсалғанын білмейміз. Сондықтан судың массасын біз x грамм деп жазып аламыз. Оның молярлы массасы 54 граммға тең. Сонымен қатар біздің шыққан өніміміз фосфор қышқылының да біз массасын білмейміз. Оны y грамм деп жазамыз, ал оның молярлы массасы 196 граммға тең. Осы жерде пропорцияны қолдану арқылы судың массасын тауып алсақ болады. Ол үшін 28,4 граммды 54 граммға көбейтіп 142 граммға бөлеміз. Нәтижесінде бізде 10,8 грамм шығады. Енді есептің берілгендегі 200 граммнан 10,8 граммды азайтып тастаймыз. Сол кезде 189,2 грамм шығады. Фосфор қышқылының массасында дәл осы пропорция арқылы есептеп шығарамыз.
яғни 28,4 граммды 196 граммға көбейтіп 142 граммға бөлеміз. Нәтижесінде 39,2 грамм шығады. Массалық үлестің формуласын есімізге түсіреміз. Массалық үлесті табу үшін еріген заттың массасын ерітіндінің массасына бөліп 100%-ға көбейтеміз. Сонда біздің еріген затымыз фосфордың оксиді, оның массасы 28,4 грамм. Бөлеміз ерітіндіге, яғни 189,2 грамм мен 39,2 граммды бір-біріне қосамыз. Сол кезде 228,4 грамм шығады. Яғни 28,4 граммды 228,4 граммға бөліп 100%-ға көбейтеміз. Нәтижесінде бізде 12% шығады. Есептің жауабы анықталды. Еріген заттың массалық үлесі 12%-ға тең. Осымен біздің біліміңді тексер тапсырмалары аяқталды. Видеоны соңына дейін көргеніңе рахмет. Ұнаса міндетті түрде достарыңмен бөлісіп, лайк, комментарий қалдыруды, тіркелуді ұмытпа.